Менің болашақ мамандығым дәрігер. Яғни менің арманым өз ісімнің маманы болу. Қазіргі уақытта ең қажет маман иесі дәрігер болып табылады. Егер айналамызға зер салып қарасақ, сол дерттің кесірінен көп жандар өз арманынан бас тартып жатады. Сол үшін мен әр адамға қол ұшын созып, оны ауруынан емдеп жазғым келеді. Мен болашағы жарқын ұрпақтардың көп болғанын қалаймын. Бас аман болса, бәрі болады. Мен Таңерберген Ерлан, 10 сынып оқушысымын. Болашақ мамандығым физика мұғалімі. Арманым болашақта оқушыларды білімге үйрететін ұлағатты ұстаз болу. Болашақ ұрпағымыз саналыда білімді болып өсуіне бір көмегімді тигізсем деймін. Осы үшін де алдыма таудай мақсаттар қойып, биік асулардан сүрінбей өтіп, көздеген армандарыма жеткім келеді. Кемесова Асия 10 сынып оқушысы. Мен қазіргі таңда қарқынды түрде дамып жатқан медициналық физика саласына өз үлесімді қосқым келеді. Ол үшін менің мақсатым дүниетанымы кең, бәсекелестікке қабілетті маман болу шығу. Мен Ахметов Абдулкарим, 10 сынып оқушысы. Болашақ мамандығым исламтанушы. Арманым байырғы заманнан мұсылман болып келе жатқан қазақ халқы қоғамының діни ілімін арттыру. Менің ойымша бүгінгі технология, ғылым салалары дамып жатқан уақытта ежелден мұсылман болып келе жатқан қазақ еліне діни білімді де берген дұрыс. Сол себепті халықтың келешегіне тер төгуге әзірмін. Омар Аружан 10 сынып оқушысы. Менің ойларым, армандарым, үміттерім. Менің болашақ мамандығыма деген қызығушылығым әкемнің арқасында оянды. Әкем осы жолда жүргендіктен әкемнің жолын қуып, болашақта үлкен арман үміттерімді жүзеге асырғым келеді. Соның бірі Қазақстандағы кәсіп түрлерін дамытып, өз үлесімді қосу. Осы ойлардан соң өзім де бизнес саласы жаныма жақын деп санадым. Менің болашақ мамандығым программа жасау, яғни компьютерлік программалар жазу, системный администратор міндетін атқару, мекемедегі компьютерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Яғни программа жасау қазіргі заманның таңдаулы мамандығының бірі деп білемін. Менің болашақ қойған мақсатым өз мамандығының маманы болған, өмірде өз орнын таба алған тұлға болу. Ол дәрежеге жету үшін өмірімді IT мамандығымен байланыстырдым. Болашақта әлемге пайдасы тиетін программалар мен сайттар ойлап табу менің мақсатым. Болат Малика. Болашақта өзін педагогика саласында көргісі келеді. Сөйлегенге қарағанда адамдарды тыңдаған ұнайды. Маликаның 2022-2023 оқу жылындағы басты мақсаттарының бірі физика, математика пәндерін жетік меңгеру. Сатаев Асылхан, 10 сынып оқушысы. Болашақта IT маманы болғым келеді. Қазір әлемде техникалық сенсациялар көбеюде. Сол себепті мен бағдарламалау саласында техникалық жаңалықтар ашқым келеді. Менің арманым IT саласында адамдарға пайдалы болатын программа жасап,